Сәлем, жер бетінің 70% судан тұратын болса, оның 7% ғана зерттелген. Ал мұхиттар мен теңіздердің ең тереңгі жағында қандай тіршілік иесі өмір сүріп жатқандығы бәрімізге құпия. Ал тек жер планетасында 526 акула түрі кездеседі екен. Қызықтысы, әлі күнге дейін зерттелмеген акулалар біршама. Бүгін біз сіздерге мұхиттар мен теңіздерде кездесетін ең сирек акулалар туралы айтамыз. Видеомызды бастамас алдын біздің еңбегімізді бағалап, бір ғана löпілдеріңізді басып, арнаға тіркелмеген жандар тіркеліп қойыңыз. Сонда біздің келесі қызықты видеомызды мүлдем жіберіп алмайсыздар. Акула гоблин немесе құбыжық акула. Акуланың бұл түрі мұхиттың ең тереңгі жағында өмір сүретін акулалардың типіне жатады. Олар 1898 жылы Тынық мұхитынан анықталған. Олардың ұзындықтары 4 метрге жетіп, салмақтары 210 килограмды құрайды. Гоблин акулалар кішкентай балықтармен, ас шаяндармен азықтанады. Олардың басқа акулалардан ажыратып тұратын дене мүшесі олардың созылмалы жақтары. Мұндай жақтары акулаға жемтігін тез аулауға көмек береді екен. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл акулалар жер бетінде 5000 жыл алдын пайда болған. Қазіргі таңда оларды Тынық мұхиты мен Атлант мұхитынан кездестіруге болады. Алайда өте сирек, өйткені олар 1500 метр болатын тереңдікте өмір сүреді. Жағалы акула. Бұл акулаларда судың ең түбінде өмір сүретін акулалардың бірі. Олар мұхиттың 1500-2000 метр болатын терең жерлерінде, қараңғы жерлерде өмір сүреді. Онда тереңдікке тіпті күннің сәулесі де жетіп бара алмайды. Акуланың денесі жылан балықтың денесіне ұқсас ұзын. Бойлары 1,5-2 метрге жететін бұл акулалар Тынық мұхиты мен Үнді мұхитын мекендейді. Алғашқы рет 1879 жылы Жапонияның жағалауларында табылған болатын. Олар су астындағы сегіз аяқтармен, кальмарлармен және де кішкентай балықтармен азықтанады. Терісі қоңыр немесе қара түсті. Аузынан мыңдаған кішкентай тістерді көруге болады. Ара тұмсық акулалар. Бұл акулаларды сыртқы келбетінен бірден ажыратуға болады. Өйткені олардың тұмсығы ұзын, екі қырында ара тәрізді жалпақ тістері бар. Олардың ұзындықтары 6 метрге дейін жетсе, салмақтары 2 тоннаға дейін жетуі мүмкін. Бәрімізге бұл акуланың тұмсығы қызық болып тұрған шығар. Олар тұмсығын жемтігіне соққы беру мақсатында қолданады. Және де алып акулалардан қорғанудың бір тәсілі. Түлкі акула. Бұл акулалар кәдімгі біздің кинолардан көріп жүрген акулаларға қатты ұқсайды. Алайда олардың айырмашылығы үлкен көздері мен 1 метрге жететін артқы желбезектері. Бұл желбезектер акулаларға өте қажет. Акуланың жылдамдығын арттырады, сонымен қатар бұрылыс кезінде керемет қызметті атқарады. Онымен қоса тежегіш мақсатында да қолданады. Бұл акулалардың жылдамдығы соншалықты сағатына 50 км жүзе алады. Бұл деген сөз акулалардың ішіндегі ең жылдамы. Бұл акулалардың ұзындығы желбезектермен қоса есептегенде 8 метр. Олар салқын суларда 500 метр болатын тереңдікте өмір сүреді. Мысық тәрізді акула. Бұл акулалардың қазіргі таңда 110-ға жуық түрі бар. Олар таяз шығанақтар мен жағажайға жақын жерлерде өмір сүреді. Мысық акула атауының себебі, олардың мысықтікіне ұқсас мұрттары бар. Бойлары 110-120 сантиметрге жететін бұл акулалар ең көп таралған акулалардың ішінде. Алайда оларды судың астынан байқау өте қиын. Өйткені олар терісінің түсін өзгерте алады. Кейде бұл қоңыр жолақтардың орнында қоңыр нүктелер болуы да мүмкін. Центрина немесе шошқа акула. Бұл акулалардың бойлары 150 сантиметрге дейін жетеді. Олар Африка жағалаулары мен кейбір Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Саны өте аз болғандықтан қызыл кітапқа да енгізілген, және де олар жойылып кету алдында.
Гренландия акуласы. Бұл акулалар алдыңғы көрсеткен акулаларымыздан қарағанда едәуір үлкен. Атының өзі айтып тұрғандай, олар Гренландия мен солтүстік аймақтарда мекендейді. Олардың орташалары 3 метрден 4 метрге дейін жету мүмкін. Ал жасы 150 жылға жеткен гренландиялық акуланың ұзындығы 6 метр болыпты. Сонымен қатар достар, бұл акулалар акуланың ішіндегі ең баяу қозғалатын акула. Олар сағатына тек 2 ғана шақырымды артта қалдыра алады. Алып балға акуласы. Акуланың бұл түрін балға тәрізді тұмсығына қарап оңай тануға болады. Алып балға акуланың өмір сүру ұзақтығы 20-дан 30 жылға дейін. Жағажайларға жақын жерлерде өмір сүретін бұл акулалар адамдарға оншалықты қауіпті емес. Олардың ұзындықтары 6 метрден сәл асады. Және де ең қызықтысы, олардың көздері тұмсығында орналасқан. Міне, Алланың құдіреті шексіз екендігіне тағы бір дәлел. Үлкен ауыз акулалар. Бұл акулалар үлкендігі жағынан екінші орында алады. Олардың ұзындықтары 9 метрге дейін жетіп, салмақтары 4 немесе 5 тоннаға дейін болуы мүмкін. Үлкен ауыздарын судың астында ашып, кішкентай моллюскалар мен ас шаяндарын азық ретінде пайдаланады. Акулалардың ішіндегі ең үлкен акула. Олардың ұзындықтары 20 метрге дейін жетіп, салмақтары 19 тоннаны тартады. Терісінің түсі қою көк түсті және ала дақтары бар. Алғаш оларды 1828 жылы сэр Эндрю Смит атты акулаларды зерттейтін ғалым тапқан. Достар, міне біз естімеген акулалардың түрі өте көп екен. Егер сіздерге видеомыз ұнаса, арнамызға тіркеліп лайктарыңызды басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Смарт Қазақ арнасы. Келесі қызықты видеомызда кездескенше.